Сәлем достар, бүгін біз сіздермен заварной тестімен дайындалатын Пари-Брест десертін дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, үйде дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Кеттігендейше суға алдымен тұзымызды саламыз, одан соң майды саламыз. Плитаның астын немесе газыңыздың астын толық қоясыз максималына, және осылай май еріп, суыңыз қайнағанға дейін тұрады. Су осылай бұрқылдап қайнай бастаған кезде газдың астын өшіріп, плитаңыз болса плитаның астын өшіресіз, газ болса ең төмен жылдамдыққа қойып, ұныңызды салып, міндетті түрде тез араластырамыз. Себебі ұн астына жабысып қалмау керек кастрюляңыздың. Міне осындай бір текті комок болғанға дейін, үлкен бір комок болғанға дейін араластырасыздар. Бұл тестімізді комнатный температура болғанға дейін суытып қойып қоямыз. Суығаннан кейін үстіне жұмыртқамызды салып араластырамыз. Жұмыртқаны бөлек-бөлек саласыздар. Бір штуктан, бір жұмыртқаны салдыңыз, әдемілеп араластырып алдыңыз. Екінші жұмыртқаны саласыз, әдемілеп араластырасыз. Үшіншісін саласыз, араластырасыз. Солай барлық жұмыртқаны бөлек-бөлек саласыздар. Әр жұмыртқаны салған кезде міне осылай бір текті масса болғанға дейін араластырып аласыздар. Осылай барлық жұмыртқамызды салып араластырып болғаннан кейін біздің тестіміз дайын. Міне осындай әдемі тест шығады. Көрдіңіздер, консистенциясын. Біздің тестімізді енді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Кондитерлік мешокқа салып алып дайындап қоямыз. Газымыздың асты қосулы. Плитамыз 180 градусқа енді пергамент қағазына немесе осындай коврикке әдемілеп осылай домалақ қылып салып шығамыз тестімізбен. Бұл өте әдемі болып көтеріледі қазір. Және креммен әдемі үйлеседі. Міне осылай видеодағыдай әдемілеп салып шығасыздар. Осы тестімізді 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осылай қызарып піскенше жарты сағаттай уақыт кетеді шамамен. Енді кремімізді дайындаймыз. Салқын кілегейге қант ұнтағын және де сүзбелі ірімшікті салып, осылай араластырып аламыз алдымен. Өткен сүзбелі ірімшік қазір кілегейіңізді шашыратып жіберуі мүмкін. Осылай араластырып алғаннан кейін әрі қарай миксерлеп аламыз. Миксердің жылдамдығы мысалы максимум 5 болса, сізде 1 мен 2-де миксерлеймін мен үнемі. Шамамен 4-5 минут уақытыңыз кетеді крем дайындауға. Міне осындай бізде крем шықты. Консистенциясын осылай бір текті осылай қою болғанға дейін миксерлейсіздер. Креміміз дайын. Енді оны кондитерлік мешокқа салып дайындап қоямыз. Сіздің тестіңіз пісіп жатқан кезде дайындап қойсаңыз болады. Дайын болған, пісіп тұрған Пари-Брест десертінің ортасын осылай кесеміз. Пышағыңыз өткір болуы тиіс. Әйтпесем мұжып тастайсыздар десерттеріңізді. Міне осылай ортасына әдемілеп аямай жағып шығамыз кремімізді. Және үстінен жаба саласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай десерт. Және де дәмі өте керемет болып шығады. Үстін өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Тек қана қант ұнтағын сеуіп қойсаңыз да болады. Кремнің жан жағынан миндаль түйіршіктерін қойсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндейсіздер. Міне бізде осындай әдемі десерт шықты. Үйлеріңізде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз рахмет. Ас болсын.